Қайырлы күн достар, мен бүгін адамның жеке тұлға болып қалыптасу жайында айтайын деппін. Адам жеке тұлға болып қалыптасу үшін ең бірінші өзіне биік миссия қою керек. Миссия деген бар. Одан төмен жәнегі нысана деген бар. Нысана сіздің бағыт бағдарыңыз, одан төмен мақсат деген бар. Мақсат бірдеңені алдыға қою, армандау, одан төмен іс-әрекет бар. Жалпы осылар әсер етуші күш екен. Мысалы, сіздің іс-әрекетіңіз мақсатқа әсер етеді, мақсатыңыз жәнегі сіздің нысанаңызға әсер етеді, нысанаңыз миссияңызға әсер етеді екен. Жалпы адамның ортада өзін сенімді ұстауы, осы өзіне сенімділігі Абай Құнанбаевтың толық адам ілімі. Ол толық адам ілімін Мекемтас атамыздың, және Google-дан терсеңіздер, толық адам туралы неше түрлі мақалалар жазған. Содан алып біле аласыздар. Жалпы адамның тұлға болып қалыптасуының өзінің 5 бағыты бар екен. Бүгін соның 2-3-еумен бөлісейін деп отырмын. Ең бірінші, адамға тағдыр бергеннен 0-ші деңгей, 0-ші деңгейі, бірден төмен 0-ші деңгей. Бұнда тағдыры 120 күннен кейін баланың жәнегі жан мен рух беріледі. Сонымен қатар тағдырында беріп қойған періште келіп 4 тағдырын неткен. Мұны өмірде қанша өмір сүретіні, оның жәнегі бақытты, бақытсыз бұл. Жәнегі бала туылғаннан кейін 120 күннен кейін балаға жан берілген, рух берілген. Сонымен қатар періштелер келіп, оның 4 тағдырын жасаған. Біріншісі ол және қанша өмір сүретіні, екінші атақ даңқы, сонымен қоса ырзық несібесі және бақытты, бақытсыз болу жазылған екен. Сонымен көп адамдар отырады, басыңа не жазылғанын көресің, тағдырың деп. Жалпы ол да дұрыс емес, мұсылманға тән емес. Біз ол тағдырымызды және өзіміздің іс-әрекетімізбен және оны біз өзгерте алады екенбіз. Бізге Алла Тағала өте жақсы құрал таңдау беріп қойған екен. Сондықтан біз бұл біздің тағдырымыз деп отыра бергеннен көрі іс-әрекетке таңдай аламыз. Мысалы, тұрмысқа шығатын кезде таңдау бар. Бізде өміріміздің бәрі таңдау. Оқуға баратын кезде қай оқуды оқимыз, оқымаймыз, соны да таңдаймыз. Бір даже затты сатып алған кезде де біз оны таңдап алады екенбіз. Сол үшін бізге Алла Тағала күшті құрал беріп қойған, таңдау құралын беріп қойған. Мысалы, ертегінің өзінде оңға барсаң алтын, солға барсаң жәнегі солға барсаң бақыт деген секілді өзі таңдайды ғой. Сол секілді сізде де жәнегі бізде де таңдау бар екен. Сонымен қатар жоспарлаған нәтижеңіздің 80% орындалып, және кейде 20-30% ғана орындалып жатады, кейде орындалып жатады, кейде орындалмай жатады. Ол да жәнегі сіздің таңдағаныңызға байланысты екен. Үнемі жақсы болып тұрмайды. Сондықтан өзіңіз таңдағаныңызға байланысты нәтиже Алладан болады екен. Екінші деңгей ол орта әсер етеді екен. Адамның тұлға болып қалыптасуына ортасы жәнегі әке шешесінің жәнегі моделі, өмірлік модель, сол балаға еніп, ол өскенде де соны қайталап жүреді екен. Сондықтан және орта әсер етеді. Сіз ортаңызға қарап өзіңіздің жаңағы кім екеніңізді жәнегі біреу мысалы ренжітіп бір сондай жағдай болып жатса, сізде де ол нәрсе бар екеніне нақ толық көзім жетті. Сіз жайдан жай емес, егер ренжіп жатсаңыз, ол нәрсе сізде де бар. Сол жағынан қарап сабағын алсаңыз, ол нәрсе өзінен өз кетеді деп алдап жатырмын. Ал сабағын алмасаңыз, ол өмір бақи қайталанып отырады. Мысалы, бала күніңізде бір блок қалыптасса, ол сіздің жәнегі бір шыңға жетуге, ол блок деген жаман нәрсе емес екен. Ол дегенің жаңағы сізді сол кезде бір шарықтатып, бір бақытты қылайын дейді, бірақ сіз оны блокқа басқаша түсініп қаласыз да, сіз өзіңізді тежей бересіз. Ал енді сол қақпақты, жәнегі мақсатқа апаратын қақпақты ашып жіберсеңіз, сіз оның жаңағы өміріңізде өзгереді екен. Және де гибкий болу керексіз, иілгіш болу керексіз. Және де мен де ол да және
құл деген секілді. Мінез құлыққа және сіздің істеген іс-әрекетіңіз, мен не істеп жүрмін, мысалы телевизор көріп жүрсіз бе, сіздің мінез құлқыңызға әсер етеді екен. Екіншіге әсер етуші күш тұлға болып нету үшін соған сіздің мінез құлқыңыз, кіммен араласасыз, сол жайында және жақсы орта табуға тырысу керек. Мінез құлықтан кейін қабілет талант деп бір ай бойы мысалы қабілетіңізді анықтау үшін сіз мысалы тегін қызмет көрсете аласыз. Мен алдында айттым, мен осыған дейін және тегін балаларды үйімде оқытуға тырыстым, балаларды. Сонда өзімнің қабілетім осы ма деп байқадым. Осыған кейін талай балаларды оқыттым тегін. Сол үшін өзімнің қабілетімді байқау үшін елдердің алғысын алып, осы менің қабілетім бе, менің қабілетім емес пе деген сияқты. Наным сенім, төртінші, наным сенім шектейтін және шабыттандыратын неше түрлі наным сенімдер бар дедім. Кім дұрыс айтады, кім қате айтады, кім не істеп жүр деген секілді сұрақ қою керек. Мен бұрын ойлайтынмын, үлкен адамдар жаңағы айтқаны заң деп, ойбай, осы кісі үлкен ба, болды, осынікі дұрыс деп. Үйтсем үлкен кісілер де қателеседі екен. Бұрын бауырларым сұраған кезде, ойбай, ол үлкен кісі, соның айтқан сөзін істей салыңдар деп айтатынмын. Үйтсем үлкен кісінің де жақсы жаманы болады екен. Соған байланысты және адамға байланысты нәтиже шығару керек екенін түсіндім. Енді келесі және әсер етуші күштер келесі жолы айтатын боламын. Егер менің ақпаратым ұнаса, маған лайк басып каналыма тіркеліңіз.